Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен жаппасай дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Одан кейін бір жұмыртқамызды жылы суымызға тұзымызды араластырып құятын боламыз. Барлығын біркелкі масса шыққанша араластырып илейміз. Дайын болған тестамызды тындыруға қойып қоямыз. Дәл осы видеодағындай теста илейміз жұмсақ қылып. Енді подливына кірісеміз. Бізге ет, картошка, сәбіз, пияз керек. Ең алдымен етімізді турап алып, қызып тұрған табаға су майымызды құямыз. Сұйық майымыз қызғанда етімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Етімізді, картошка, сәбізімізді барлығын кубиктап тураймыз. Менде бәрі туралған, видеода көріп тұрғандарыңыздай. Бірінен соң бірін салып етаппен араластыратын боламыз. Етіміз жақсылап қуырылғаннан кейін үстіне сәбізіміз бен пиязымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін бір ас қасық көлеммен томатный пастамызды салатын боламыз. Томатный паста пайдаланбайтын болсаңыз, қызанақ пайдалансаңыз болады. Барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып қоямыз. Одан кейін жақсылап қуырылғаннан кейін картошкамызды, қара бұрышымызды араластырып салатын боламыз. Мен әрдайым картошканы жасайтын кезде ең бірінші картошкамызды турап, қандай тамақ жасасам да картошканы тұз қосып, қара бұрыш қосып, чеснок қосып араластырып аламын. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін бетін жауып қоямыз. Қуырылған картошкамыздың үстіне картошканың бетімен көлемімен бірдей қылып су құятын боламыз. Көп мөлшерде су құймаңыздар. Картошкамыздың, подливымыздың бетін жапса болды. Жақсылап қайнағанша бетін жауып қоямыз. Қатты отта тұру керек қайнағанша. Қайнағаннан кейін оттың астын басамыз. Тамағымыз қайнап дайын болғанша нанымызды жақсылап жайып алып, үстіне сұйық майымызды құйып шығамыз. Сұйық майымыз барлық жерге тиіп, жақсылап тию үшін щетканың көмегімен майлап шығамыз. Одан кейін барлығын кубиктап тураймыз. Үлкен-үлкен қып. Дәл осы видеодағындай жасаңыздар. Неге кубиктап турап алдым. Енді осыны екі талдан бір-бірінің үстіне қойып, ыдысымызға салатын боламыз. Қазанымыздағы подливымыз міне қайнап дайын тұр. Үстіне нанымызды салатын боламыз. Дәл осы видеодағындай салыңыздар, бір-біріне жабыспайды.
барлығын салып болғаннан кейін бетін жауып 20 минутқа тағы да қойып қоямыз астын басып. Мінекей осылай суы тартылып дайын болды. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, бір жасағаннан желініп кетеді. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және де подписаться етіп, достарыңызға поделиться етсеңіз болады.